Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін осындай керемет, өте тәтті, жұмсақ, әрі әдемі тоқаштар пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Достар, тоқашқа қажет заттардың барлығын мен описание бөлімінде жазып кетемін. Ал енді тоқашымызды пісіруді бастайық. Ол үшін жылы сүтіміздің үстіне дрожжымызды салып, 2 қасық қантымызды салып араластырып аламыз. Келесі кезекте біздер 5 қасық ұнымызды салып, ашытқы дайындаймыз. Ұнымызды араластырып, бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Достар, байқап тұрған болсаңыз, біздің ашытқымыз өте керемет болып көтерілді. Енді қалған процестерге көшеміз. Ол үшін бір жұмыртқаны салып араластырамыз. Келесі кезекте ол біздерде ерітілген сары май. Қалған қантымызды қосып, біркелкі массасы болғанша араластырамыз. Достар, байқап тұрсаңыздар, мен тоқашымның құрамына тұз салған жоқпын. Егер де сіз салғыңыз келсе, жарты қасық, шай қасық салуға болады. Ең соңынан ұнды салып, тығыз қамыр илейміз және де отлёшкаға 30 минутқа көтерілуге қоямыз. Достар, біздің жарты сағат уақытымыз өтті. Қараңыздар, қандай жұмсақ және де көлемі үлкен пістерде қамыр пайда болды. Енді осы қамырды 18 бөлікке бөлеміз. Қамыр құрғап кетпес үшін мен бұл қамырларды целлофанмен бетін жауып қойдым. Ал енді видеодағыдай булочкалар жасаймыз. Ол үшін бір қамырды алып, оқтаумен илейміз. Шеткі жағын пышақпен кесеміз. Ортасына начинкасын салып, орап шығамыз. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жасап шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір қасық сүт құйып, екеуін араластырамыз. Және де осы тоқаштарымыздың бетіне жағып шығамыз. Тоқаштарымызды 170-160 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, біздің тоқаштарымыз тек қана тәтті емес, және де жұмсақ әрі әдемі болып шықты. Кез келген дастарханның сәні бола алатын осындай тоқаштарды менімен бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Мені қолдап, лайк басып кетіңіздер. Және де подписация етпеген болсаңыз, подписка жасап кетіңіз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет, сау болыңыздар.